Ассаламу алейкум. Ең дәмді және жұмсақ ас атасын нанды пісіреміз. Ең алдымен ұнды елегіштен елеп өткізіп аламыз. 1 ас қасық дрож, 3 ас қасық қант, тұз татуына қарай, 1 ас қасық мақ қосып, жақсылап араластырып аламыз ұнымызды. Кейін қамырымызды жылы суменен араластыра отырып, жақсылап иінін қандырып илеп аламыз. 1 ыдысқа салып, бетін жауып, немесе салафан пакетке орап, жылы жерге қамыр көтеріліп ашығанша жауып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды толық ыдыстан шығарып, қолымызды майлап, өсімдік майымен қамырымызды бөлшектеп бөліп аламыз. Мен 6 бөлікке бөліп, қамырымды қолымды майлап отырып, қамырды майлап созып аламын. Кейін дайын тұрған қамырларымызды екі-екіден орналастырып, шашты өргендей әдемілеп өріп аламыз. Дайын болған қамырымызды әдемілеп орап, пергамент қағазына орналастырып, бетін пищевой пленкамен 10-15 минуттай жауып қоямыз, көтерілу үшін. Қамырымыз дайын болып көтерілген соң, алдын ала қыздырып қойған 180-190 градустағы пешке салып 35-40 минут пісіріп аламыз. Дайын болған нанымыздың бетін біршама уақытқа, шамамен 5-10 минут бетін майлықпен жауып қоямыз. Міне, біздің тәтті тоқашымыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді. Әрқашан нандарыңыз мол болсын. Біздің каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.